Сәлем достар, бүгін сіздерге eGov порталынан жер кезегіне тұру туралы видеоны көрсетемін. Бәрі өте оңай. Кез келген смартфонға Play Marketке кіріп eGov Mobile деген приложениені көшіріп аламыз. Ол үшін на поиске eGov KZ деп салсаңыздар, и автоматты мына бірінші шыққан eGov Mobile деген приложениені көшіріп аласыздар. Енді мен көшіріп алдым, уже открытті бастым. Открытті басқаннан кейін сіздерден автоматом ECP немесе иін сұрайды. Сол жерге иініңізді жазасыз, және де өзіңіздің сотовый номерін жазасыз. Сразу же өзіңіздің неңізге кіргізіп береді страницаңызға. Міне осылай көрсетіліп тұрады, бірінші страницасы. Әркім өзінің аты жөні, иә. Енді достар, ары қарай кеттік. Услуги деген жерге кіреміз, ең астындағы. Сөйтеміз де, жерде қазір көп услугалар шығады. Осы жерде недвижимость и ЖКХ деген таңдаймыз. И мына ең бірінші просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. 10 соток дегенді басамыз. Міне басқаннан кейін сіздерден сұрайды постановка на очередь дейді, немесе актуализация ранее поданных заявлений дейді, или снятие с очереди дейді. Осы үшеуінің ішінен мен постановка на очередь дегенді таңдаймыз, егер сіз бұрын жер кезегіне тұрмасаңыз. Продолжитті бастым. Енді маған мына жерден выберите регион деп шығады. Мына жерден өзіңізге керекті регионды таңдайсыз. Мысалы, мен Алматы облысын таңдаймын. Так, енді райондарды, қалаларда тұрмын көріп тұрсыздар, иә? Кез келген кімге қай жер керек? Енді мен Илиский район таңдаймын. Вот, и энергетический сельский округ, яғни ГРЭС, иә? И мына жерде көріп тұрсыздар, село Өтеген Батыра, Покровка, Қарасу, Өтеген Батырды таңдаймын. Вот. Мына, я подтверждаю, что ранее не получал земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно. Шынымен-ақ мен вообще алмаған бесплатно жерді. Бұрын соңды, иә? Заказать услугу дейміз. Мына. Негізі мен бір рет уже заявка беріп қойдым, тағы да мені көріп отырсыздар, мені код келді. Осы кодты мына жерге өзіңіз тересіздер. 12775-та. Енді в обработке деп тұр. Енді осылай в обработке күтіп отырасыздар. Мына в течение 12 рабочих дней актуализация болады. 12 күннің ішінде сізді тіркейді деген сөз. Вот, можно оставить отзыв об услуге, оказывается. Отправим, да? Вот, осылай жер участок, 10 сотық участок алуға тегін. Осылай учетқа тұрамыз, достар. Барлығыңызға полезно болдым деп ойлаймын. Ары қарай осы неден приложениеға кіріп, статусын қарап отырамыз. Барлығыңыз жер кезегіне тұрып алыңыздар, достар. Рахмет.